Саламатсыздар ма оқушылар, интегралдау тәсілдері 11 сынып оқулықтағы 2/1 есептің қалай шығарылатынын көрсем. Алдымен мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, олайша есебімізді бастаймыз. Жаңа айнымалы енгізгенде жақшының ішіне бір қосылған x-ті бір t деп жаңа айнымалы енгіземіз. Бұдан x-ті t арқылы өрнектейтін болсам, x тең t минус 1 болады. Екі жағын дифференциалдасақ, dx тең dt болады. Дифференциалдау деген сөз немесе оның туынды табу деген сөз. Енді осы жазғандарды берілгендегі орнына келіп қойсам, интеграл x-тің орнына менде t минус 1-ді қоям. 1 плюс x-тің орнына t қоям, оның 4 дәрежесі. Мына жерде dx-тің орнына dt-ны қоям. Ары қарай тең болады. Мына t-ның 4 дәрежесін жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтетін болсам, t-ның 5 дәрежесі минус t-ның 4 дәрежесі жақша жауған dt болады. Енді формула бойынша әрқайсысын жеке-жеке интеграл табатын болсам, t-ның 5 дәрежесі, t-ның 6 дәрежесі бөлінген 6, қосылған t-ның 5 дәрежесі бөлінген 5, минус плюс с деген интегралды табам. Енді t-ның орнына менде 1 плюс x-терді қоятын болсам, 1 плюс x-тің 6 дәрежесі бөлінген 6, минус 1 плюс x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5, қосу с деген өрнек шығады екен. Енді екіншісінде дәл сондай шығарып көрейік. Жаңа айнымалы енгіземіз. Жақшаның ішіне x минус 3-ті t деп жаңа айнымалы енгізем. x-ті t арқылы өрнектейтін болсам, x тең t қосылған 3 болады. Екі жағын дифференциалдаймын. Сонда dx тең dt. Орнына келіп қоятын болсам, x минус 3-тің орнына t-ны қоям. t-ның 5 дәрежесі болады. x-тің орнына жақшаның ішіне t плюс 3-ті қоям. dx-тің орнына dt қоям. Ары қарай жақшаны ашам. t-ның 6 дәрежесі, 3-тінің 5 дәрежесі dt интеграл тең болады. Енді интеграл әрқайсысынан жеке-жеке интеграл табатын болсам, t-ның 7 дәрежесі бөлінген 7, қосылған 3, t-ның 6 дәрежесі бөлінген 6, плюс орнына келіп қоям. t-ның орнына x минус 3-ті қоям. x минус 3-тің 7 дәрежесі бөлінген 7, мына 3 пен 6 қысқарады, плюс t-ның орнына x минус 3-ті қоям, оның 6 дәрежесі бөлінген 2, қосу с деген өрнек шығады екен.